Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бір досыммен діни тұрғыда пікірталасқа түскенбіз. Қияметтің үлкен және кіші белгілерін талқыладық. Соңында досым маған мынандай сұрақ қойды. Ол жаққа, яғни Одниге барып келген кім бар? Мен сол адамға барайын деді. Осыған қандай жауап болады? Алла разы болсын. Жауаптарыңызды күтемін дейді Равиль. Уағалейкум ассалам құрметті достар. Одниге Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың саламат мен сәлемі болсын, сол кісі ғана барып келген. Алла тағаланың қалауымен Однидегі пейіш пен тозақты және ондағы адамдар оған көрсетілді. Сахих хадистің бірінде Мұхаммед пайғамбарымыз былай деп айтқан: маған пейіш көрсетілді. Пейіштегілердің көбісі кедейлер екенін көрдім, және маған тозақ көрсетілді. Тозақ иелерінің көпшілігі әйелдер екенін көрдім. Әл-Хақымның Мүстәдракатты хадистер жинағында орын алған баста бір риуаятта сахаба Абу Умәлә әл-Бахили былай дейді: мен пайғамбарымыздың былай дегенін естідім. Мен ұйықтап жатқан сәтімде екі ер кісі келіп, менің екі білегімнен ұстап, шығуы қиын бір тауға алып келді. Ол екеуі маған шық деді. Мен шыға алмаймын ғой дедім. Олар: біз оны саған жеңілдетеміз деді. Кейін шықтым. Таудың дәл төбесінде болғанымда ащы дауыстар естілді. Мен болсам, мына дауыстар не дауыс деп сұрадым. Ол кісі: тозақ иелерінің гуілдеген, уылдаған дауыстар деп жауап берді. Одан кейін мені бір жерге апарды. Ол жерде бір қауымды көрдім. Аяқтары тірсектерінен ілінген, ұрттары жыртылған, ұрттарынан қан ағып жатыр. Мен болсам, мыналар кімдер деп сұрадым. Бұлар оразаларын күн батпай жатып, себепсіз ашып жібергендер деп жауап берді. Осы сияқты сахих хадистер кітаптарда көп кездеседі. Осыған орай, ол жаққа кім барып келіпті дегендерге Мұхаммед пайғамбарымыз барып келген деп жауап беруге болады. Өкінішке орай, қандастарымыздың арасында өзін мұсылман санағанымен, діндегі иман шарттарының бірі болып есептелінетін о дүниелік жағдайға келгенде, ол жаққа кім барып келіпті деп күмәнға түсіп жататындар да көп. Біле білсек, бұндай сөздер адамды діннен шығарып кәпір етеді. Сондықтан да сақ болған жөн. Жақында ғана ғалымдар дәл біздің жер планетамызға ұқсас планетаны ашты. Ол 60-100 жарық жылына татитын ұзақтықта орналасқан екен. Айтуларына қарағанда өмір сүруге қолайлы. Ауа райының жылулығы плюс 25 градустан аспайды деп жатыр. Осы тұрғыда көкейде мынадай сауал туындайды. Ол жаққа кім барып келді? Кім ол планетаны зерттеп келген? Сондай-ақ, күн ядросының температурасы шамамен 15 миллион Цельсияға тең келінеді. Күннің беткі қабаты 5500 Цельсия градус. Енді күнге барып температурасын өлшеп келген адам бар ма? Әрине жоқ. Өмірде осы секілді адамның аяғы баспаған, көзі көрмеген, құлағы естімеген, ұстап көрмеген миллиондаған дүниелер бар. Бұлардың барлығын барып келген адам жоқ қой деп жоққа шығара салуға бола ма? Жоқ, шығара алмаймыз әрине. Однидегі жағдаятты да біз көзімізбен көрмедік, көре алмаймыз да, себебі көп нәрсені көруге кедергі жасайтын көзімізде перде бар. Бірақ соның бәрін жаратқан ұлы жаратушы Алла Одниде мәңгі өмір бар деп қасиетті Құранда нақты айтып тұр. Әрі куәгер ретінде өзім секілді жұмырбасты пендесін көрсетіп отыр. Сенбеске шара жоқ. Ғылым Алланың жаратқан заңдылықтарын ашушы құрал. Ол ешқашан ақиқатына қайшы келуі мүмкін емес. Тек ғылымның асалмайтын белгілі шегі бар анық. Ол шектен арғысын біз Алланың елшілері арқылы ғана білеміз. Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен саламаты болсын, қабір азабы жайында, сондай-ақ Однидегі пейіш пен тозақ жайында, есеп-қисап жайында көп хабар берді. Оның айтқан сөздерін сол кездегі 100 мыңдаған сахабалар естіп бізге дейін таратты. Одан табиғиндер кейінгілерге жеткізді. Зерттеліп, зерделеніп қағаз бетіне түсірілді. Осылайша пайғамбардың сөзі емес, жалған сөздерге мұрша бермейтіндей көлемді көпшілік тарапынан ол мәлімет бізге жетіп отыр. Ендеше Однидегі жағдайға сенбеу мүмкін емес. Құрметті көрермендер, сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.